Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша шоу орнаса, бүгін мен сіздерге гол атты киноны айтатын боламын. Кино басталмастан бұрын арнаға жазылып лайк басып кет. Бұл сендер үшін бір-ақ секунд уақыт болғанмен мен үшін үлкен еңбек болды. Сантьяго Муньес мексикалық мигрант, Лос-Анджелес ауданында тұрады. Оның футболдағы ойыны көз сүйсінерлік. Ол футбол десе ішкен асын жерге қоятын, бірақ ол тек өзінің жергілікті футбол клубында доп тебетін. Оның арманы кәсіпқой футболшы болу. Ол өз арманына шын жүрегімен сенеді. Әкесі Эрнан бақташы және әжесі расымен де кіші інісі Сезар онымен бірге өмір сүреді. Ол өзі қандай талантты футболшы болса да, ол Қытай асханасында даяршы болып жұмыс жасап, кейде әкесіне жұмысына да көмектесіп тұрады. Бірде оның ойынын Ньюкасл Юнайтедтің бұрынғы ойыншысы Глен Фой байқап қалады. Қазір ол Англияда механик болып қызмет атқарады, бірақ сонда да ол бұрынғы клубымен байланыс тұратын. Глен Фой Сантьяго Муньесті Ньюкаслдың академиясына қаралымға жіберу жөнінде келісімге келеді. Бұл клуб осы жақында ғана Глен Фой Хористі атты шабуылшыны алған болатын. Сантьяго арманына жаңа мүмкіндік туады. Ол осы уақыттан бастап өзінің шығындарын үнемдеп ақша жинай бастады, бірақ бір күні қараса өзінің ақшасының орнында жоқтығын көреді. Оны өзінің әкесі көлік алу үшін алған болып шығады. Бұл көлікпен ол жаңа бизнес бастамақшы екен. Әкесінің Сантьягодан ештеңе шықпайды деп ойлайтын. Сантьягоның бұл соңғы мүмкіндігі еді. Сантьяго өз жұмысына қайта оралады, алайда бір күн әжесі немересі Сантьягоға конверт толы ақшаны береді. Бұл ақшаны алу үшін ол өзінің барлық әшекей байлықтарын сатқан екен. Сантьяго мұны ауыр қабылдаса да келісіп, Англияға әкесіне айтпай ұшып кетеді. Осылай ол Лондонға да келеді. Ол Гленге хабарласып өзінің келгенін жеткізеді. Глен Сантьягоны жылы қарсы алып қаралымға апарады, бірақ Хьюге Маугуэн Сантьягоға аса қатты сенім білдіре қоймады. Сондықтан да Санти өзінің ойынын көрсете алмады. Ол қаралымды жақсы бағада өтпеді. Бірақ Глен бапкерімен кездесіп Сантьяго өте мықты ойыншы екенін айтып береді. Өткен қаралымда оның жаңбыр болғандықтан жақсы ойнай алмағанын алға тартып, Сантиға бір ай уақыт беруін өтінеді. Сантьяго бір ай уақытқа келісім шартқа отырады. Медициналық тексеріс кезінде ол өзінің демікпесі жайлы айтпады, өйткені ол бұл ауру оның мансабына зиянын тигізеді деп қорықты. Клуб ішіндегі оған көрсетілген агрессивті араласуға қарамастан, олардың ішінен өзіне Джеймс Дрю атты дос табады. Сантьяго ай соңына өзінің клубындағы тағдырын шешетін матчты күтіп жүреді. Ал матч күні де келеді. Ойын басталады. Сантьяго матч алдында демікпесіне қарсы ингаляторды қолданбақшы болғалы жатқанда ол затты қолынан түсіріп кетіп, Хьюге атты Сантиді ұнатпайтын қорғаушы оны мұжып сындырып тастайды. Оған ингаляторсыз ойнауға тура келеді. Матч кезінде демікпесі ұстап, жаман ойын көрсетеді. Осы матчтан соң клубта одан бас тартады. Үйіне қайту үшін әуежайға барар жолда кетіп, ол командаласы Гевин Хористі кездестіреді және оған өз оқиғасын айтып береді. Гевин бас бапкерге Сантидің оқиғасын жеткізеді. Бапкер Сантьяго клубтың қосалқы құрамында қалуға рұқсат етіп, демікпесін емдесін деген талап қояды. Сантьяго Гевиннің үйіне барып орналасты. Екеуі жақсы дос болып та кетті. Бірнеше керемет матч өткізгеннен соң Сантьяго алғаш рет негізгі құрамға ілініп, Фулхэмге қарсы матчта алаңға шығады. Ойын кезінде Гевин екеуі матч тағдырын шешетін голдарды соғады. Бұл ойынды оның әкесі де көрген еді. Матчты барда тамашалап отырып, бұлмен мақтан тұтады. Бас бапкер Сантьягоға келіп, оның ойынның керемет екендігін айтады, бірақ ол пас берген кездегі қателіктермен жұмыс жасау керек екенін жеткізеді. Матчтан соң Гевин екеуі клубта тойлап, біраз газет беттеріне түсіп, масқара болады. Бұл істері бапкерге ұнамады. Санти Гевинмен жақын араласпауды ұйғарды. Сантидің клубтағы досы Джимми аяғынан ауыр жарақат алып, енді футбол ойнамайтын болады, сондықтан ол өзінің карьерасын аяқтайды. Осы уақыттарда Сантидің әкесі жүрек талмасымен қайтыс болады. Бұл хабар жігітке ауыр тиеді. Ол үйіне қайтуды ойлап отырғанда шешім өзгертіп, қайта жаттығуға оралып, азаннан кешке дейін еңбек етеді. Бапкер Сантьягоны Ливерпульге қарсы ойынға таңдалғанын айтады. Матч кезінде Ньюкасл бірінші болып есеп ашқанымен қызыл жейделі Ливерпуль екінші тайм басында 2-1 гол салып алға шығады. Ойын бітуіне аз қалғанда Сантьяго Гевинге пас береді, ал Гевин гол авторы атанып, есепті теңестіреді, бірақ бұл есеп командаға Чемпиондар лигасына қатысуға аздық ететін. Соңғы минутта қарсылас Гевинді шалып, айып-добын белгіленеді. Гевин айып-добын тебуді Сантьягоға тапсырады, ал Сантьяго керемет гол салады. Ньюкасл үшін Сантьягоның голы 3-2 есебімен жеңіс сыйлайды. Матч біткеннен соң Глен Сантьягоға өзінің әжесінің хабарласқанын айтып, телефонды береді. Әжесі оған өзінің әкесінің Фулхэмге қарсы ойынды барда көріп, онымен мақтанғанын жеткізеді.
Санти муну Гленге акесинин өлер алдында өзүнө мактан эткенин айтып кубанады. Глен жабап ретинде онун акесинин матчты көктөн көрүп атканын айтады. Сантиго бактан көзүнө жаш алады. Эгерде досуң кинону айтым болсо арнага жазылып лайк басып кет.